Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дененің еркін түсуі үдеуі. Сабақтың мақсаттары: тең үдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін эксперименттік жолмен анықтау, эксперименттің нәтижесіне әсер ететін факторларды талдау және экспериментті жүргізуді жақсарту жолдарын ұсыну. Тең үдемелі қозғалыс кезіндегі орын ауыстырудың және жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графиктерін тұрғызу және оларды түсіндіру. Еркін түсуді сипаттау үшін тең айнымалы қозғалыстың кинематикалық теңдеулерін қолдану. Егер ауаның кедергі күші ауырлық күшіне тең келетін болса, дененің құлауы еркін болады. Ауырлық күшінің әсерінен болатын қозғалыс түрі еркін түсу деп аталады. Еркін түсуді ең алдымен бізде Галилей зерттеген болатын. Алғаш рет барлық денелер бірдей үдеумен құлайды деп тұжырымдаған. Тәжірибе арқылы тұжырымдамасы дұрыс екендігін дәлелдеді. Алғаш рет барлық денелер бірдей үдеумен құлайды деп айтты. Яғни ол Пиза башнясынан ядро мен оқты жіберіп теорияның дұрыстығына көз жеткізді. Келесі еркін түсуді зерттеген ғалым ол Исаак Ньютон. Ол ұзындығы 1 метрлік трубканы алған, шыны трубканы, және сол шыны трубкаға ол үш тығыздықтары әртүрлі 3 денені салды. Егер де ол жаңағы ауа бар болған кезде, ол тығыздықтарына байланысты денелер әртүрлі құлаған. Енді ол осы трубкадан ауаны сорып алған кезде, сол денелерді қайтадан құлатқан кезде, олар бірдей түскенін байқаған. Яғни денелер бірдей үдеумен құлайды деп қорытынды шығарды. Ауаның кедергі күші болады деген сөз. Еркін түсу үдеуі жер шарының әрбір нүктесінде әртүрлі болып келеді. Экватордағы еркін түсу 9,178, полюстегі еркін түсу үдеуі 9,183 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Ол жер шарының радиустарына байланысты болады. Еркін түсу тең үдемелі қозғалыстың керемет түрі болып келеді. Оны жаңағы жерге түсірілген доптың суреті арқылы көруге болады. Яғни еркін түсу дегеніміз ол тең айнымалы қозғалыстың түріне жатады. Тең айнымалы қозғалыс сияқты оның формулалары өзгеріссіз қалады, бірақ біз қалыпты жағдайдағы А-ның орнына G-ді қоямыз. Яғни V тең болады V нолевой плюс минус GT, H тең болады V нолевой T плюс минус GT квадрат бөлінген 2, плюс егер де бізде үдемелі қозғалыс болса, минус бізде теңелі қозғалыс болса. Келесі уақыт берілмесе есепте, мұнда H тең болады V квадрат минус V нолевой квадрат бөлінген 2G, және X тең болады X нолевой плюс минус V нолевой T плюс минус GT квадрат бөлінген 2. Егер де бізде бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең болса, H тең болады GT квадрат бөлінген 2, H тең болады V квадрат бөлінген 2G, X тең болады X нолевой плюс минус GT квадрат бөлінген 2. Осыдан тең айнымалы қозғалысқа қарағанда қосымша формулалар, бұл T тең болады V бөлінген G, T тең болады 2H бөлінген G, және де V тең болады 2GH. Бүгінгі сабақтың негізгі қорытындылары: өлшеміне және массасына қарамай барлық денелер бірдей үдеумен құлайды. Еркін түсу дегеніміз ауырлық күшінің әсерінен болатын қозғалыс. Егер ауаның кедергі күші ауырлық күшін теңгеретін болса, онда дененің қозғалысы еркін түсу деп қарастыруға болмайды. Аэродинамикалық қасиеттері бар денелерге ауаның кедергі күші көп әсер етеді. Сондықтан да бұндай денелер басқаларына қарағанда жай түседі. Жердегі еркін түсу үдеуі жуықтап алғанда 9,8 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақтың меңгергенін білім ағашына пікір қалдырып жазып кетуге болады. Сау болыңыздар.